Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте нәзік болып шығатын, осындай бетіне меренге арқылы жасалынатын, құрама қолжетімді, үйде бар заттардан, яғни бюджетный болып шығатын торттың рецептісін ұсынғым келіп отыр. Видеоны міндетті түрде асықпай, соңына дейін қарап, дәл осы видеома лайк басып, астына өздеріңіздің пікірлеріңізді жаза кетсеңіздер. Ең алдымен ыдысымызға 420 грамм ұнды еліктен өткізіп дайындап аламыз. Оның үстінен 200 грамм сары майды, мұздатқышта тұрған қатты сары май болу керек. Үккіштен немесе мен сияқты осылай қолдың көмегімен барлығын жақсылап ұнмен араластырып үгітіп алатын боламыз. Үстінен қант, 1 шай қасық разрыхитель және 5 жұмыртқаның сарысын ағынан бөліп алып, қосып осылай қолдың көмегімен жай-жай илей отыра қамыр илетін боламыз. Дәл осы жерде 3-4 ас қасық салқын су немесе салқын сүт қоссаңыздар болады. Қамырларыңыз иленбей жатырса, жақсылап илеп, қатты араластырып жібермеңіздер. Ақырында осылай бір-біріне жабыстырсаңыздар, өзі барлығы бір-біріне жабысып, осындай жұмсақ қамыр шығатын болады. Негізінде песочный тесто көп араластырғанды жақсы көрмейді, себебі қолымыз ыстық болғандықтан арасындағы сары майды қатты ерітіп жіберу мүмкін. Қамырды илеп болғаннан кейін осылай 3 бөлікке бөліп, кішкене жұқалау етіп, салафанға салып, морозильникке салып қоятын боламыз. Енді кезекте меренге жасайтын боламыз. Жаңағы жұмыртқаның ағына осылай қантты аз-аздан қоса отыра, жақсылап бір 10-15 минуттай миксерлейтін боламыз. Біздің осылай әппақ болып, 2 еселеніп, көтерілгеннен кейін осылай ыдысымызды аударған кезде біздің меренгамыз мүлде төгіліп кетпейтіндей етіп, осылайша миксерлейтін боламыз. Енді біздің меренгамыз су болып ағып кетпес үшін еріп, осылай 20 грамм кукуруз крахмалын қосып, лопатаның көмегімен қатты басып алмастан ақырында араластырып шығамыз. Осылай кондитерлік мешокқа салып, дайындап аламыз алдын ала. Енді біздің осылай кольцо форма қажет болады, немесе пергамент қағазын дөңгелек етіп сызып, соның бойымен жаңағы морозильникте тұрған қамырымыздың біреуін алып, үккіштен өткізіп шығамыз. Немесе дәл осылай менікі сияқты кольцомен пайдалансаңыздар да өте ыңғайлы. Бетіндегі кольцосын алғаннан кейін ішке қарай 1,5 сантиметрге меренгамызды дәл осылай әдемілеп құйып шығамыз. Ортаңғы бөлігін дәл осылай гүл насаткалармен жасап шықсаңыздар өте әдемі көрінетін болады. Бізге 150 грамм грек жаңғағы қажет болады. Соны 3-ке бөліп, 50-50 граммнан бетіне осылай сеуіп, қызып тұрған пеште 160-170 градуста 40-45 минут шамасында үшеуінде бөлек-бөлек жасап пісіріп аламыз. Үшіншісін жасар кезде, үшіншісін духовкаға салатын кезде осылайша кремін дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге бөлме температурасында міндетті түрде еріп тұрған сары май қажет болады. Оның үстінен осындай сгущенканы салып, екеуін жақсылап миксерлейміз. Біздің торттарымыз бөліктері суығаннан кейін ғана барып, пергамент қағазынан алатын боламыз. Ақырындап, асты бірден алмаңыздар, жабысып қалуы мүмкін. Бірінен кейін бірін қойып, бетіне кремнің қасықпен осы аз-аздан сеуіп, үшеуін қатарынан қоямыз да, ең бетіне де кішкене крем жағып, бетіне осылайша кокосовый стружка сеуіп қойсаңыздар өте әдемі болады. Мен сияқты бірден кесіп жібермеңіздер, міндетті түрде кішкене мұздатқышқа салып алсаңыздар, кремі сіңіп әдемі болады. Мен сіздерге көрсету үшін бірден кесіп, осылайша сіздерге көрсеттім. Жеген кезде өте нәзік, әдемі болып шығады. Меренганың дәмі тортқа өте нәзік дәм беретін болады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Сіздермен болған арайлым.